Бұрыннан жалпы әрқайсымыздың үшеуміздің ойымызда да осы ресторан ашу керек еді деген нәрсе ойымызда жүрді. Атырау қаласында бір букмекер болса да жабылсын, орнына бір ресторан ашылсын, бір халал ресторан. Мына Мейманның бірінші точкасы Европада болса, анау екінші точкасы ол Азияда, яғни жайықтың ар жағында. Бізде Атырау қаласында халал, алкогольсіз терраса летник жоқ. Орамалдағы кісілерге арналған, өзлер андай бөлек отырғысы келсе, біз соларға деп арнайы отдельный кабинкалар деп жасағанбыз. Аллаға шүкір, осы мейманшай өте керемет. Қонақтардың барлығының көңілінен шығып жатыр. Шайымызды көріп, Нұртілектен көріп едік деп келіп, ресторан ашып кету жалпы өте қиын. Астында бір стандартный пицца болса, ортасында кішкентай ғана бөлек тағы бір пицца тұрады. Элитный ресторанға тек байлар барады. Ал стандартный ресторанға байлар да барады, орташа адамдар да барады. Тегін тамақ беріп жүрсек те қолдан келгенше тырысамыз. Бір қонақты недовольный қылып жіберсек, оның ар жағында үлкен проблема жатады. Осы қонақ довольный болып кетсін деген сияқты. Бір қонақты разы қылмайынша до конца бармаймыз. Осы Абай атамыздың сөзі бар. Бұл жалғанда бір-біріңе меймансың деген. Бұл өмірде біз бәріміз қонақпыз деген мағынаны білдіреді. Нөлден бастап оны өте мықты официант қылғанға дейін дайындаймыз. Менің өз басым 2021 жылы общепитте жұмыс жасап бастадым. Общепитте жұмыс жасауға түрткі болған нәрсе мен мына өзімнің ауырып қалған көзім. Себебі ол жақта мені жұмысқа ешкім алған жоқ. Содан кейін придется официант болуға тура келді. Нөлден бастап ешқандай вообще жасап көрмеген официант болып кірдім. 3 айда администратор болып жұмыс жасадым. Мен дәл қазір сол администратормен партнер болып бірге ресторан ашып отырмын. Официанттарды манағыдай төмен санайды да өзінен. Бұлай жұмыс жасаса, егер ол кісіден өте мықты кәсіп шығады деген үміттемін. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде қонақта Тілеукен Сәрсенбайұлы. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Бүгін Қару подкастта өзінің командамен ашқан бизнесі туралы және де жеке өмірі туралы сұрақтар болатын болады. Жеке өміріңіз қалай басталды, жалпы осы бизнес жолында деген сияқты барлық ақпаратты айта кетсеңіз, командамен. Рахмет біріншіден шақырғандарыңызға. Жалпы енді менің есімім Тілеукен Сәрсенбайұлы, Атырау қаласынамын. Жалпы Атырау қаласында Сағыз деген жерде тұрамын. Сол жақтың тумасымын. Жалпы негізі мен осы Атырау қаласында оқығам, сосын Атырау қаласында көштікті. Содан бастап жалпы осы общепит саласында, мысалы манағыдай басында фастфудпен жұмыс жасап көрдік, сосын ресторандарда жұмыс жасап көрдік. Сөйтіп опыт жинадық, тәжірибе жинадық та осы Алланың қалауымен осы былтыр жазда ең бірінші кәсібімізді бастап аштық. Жалпы бұл жерде Мейман дейтін үлкен бір команда. Оның команданың басшылығында осы Атырау қаласында белгілі ресторандардың нөлден бастап басын қойған, нөлден жоғарыға көтеріп берген үлкен бір жақсы управляющий, біздер управляющий деп айтамыз ғой, ресторанда былай администратор ретінде, бастығы ретінде жасап берген Рамит деген менің өзім бауырым бар. Сол кісі бар, сосын және одан сол Рамит деген бауырымыздың інісі бар, Әділбек деген. Сол үшеуміздің бастап бірігіп жасаған кәсібіміз. Жалпы негізі айта кететін болсақ барлығын, бұл түпкі идея барлығымыздың, негіз біз үшеуміз бір жерде жұмыс жасағанбыз кезінде. Қай жақтансыздар жалпы? Жалпы мен өзім Сағызданмын. Манағы Рамит деген бала Тараздікі, жалпы Шымкенттің тумасы, Шымкентте тұрады. Өзінің отбасы, ата-анасы бәрі Шымкентте тұрады. Бірақ осы 10 жылдай болған шығар, Атырауда жұмыс жасайды. Одан кейін Әділбек деген бала, жалпы осы тоже Атырау қаласының тумасы, Тасқала деген жерде тұрады. Сол жақтан өскен, өнген бала. 2005 жылғы бала, ол кішкентай бала. Сол біздің барлығының таң қалатыны сол да, 20 жасында үлкен кәсіптің иесі болып, бір емес 2 ресторан иесі болып отырған. Сол барлығымыз сол жағынан мақтан тұтамыз. Жалпы қалай басталды? Қалай келдіңіздер? Кімнің идеясы болды? Жалпы курс оқыдыңыздар ма, әлде қалай болды? Жоқ, жалпы негізі мен бұрын ресторан емес, жалпы өзім тендер деген нәрсемен айналысам бұрыннан. Жалпы тендер саласымен айналысып жүріп, осы бұрыннан жалпы әрқайсымыздың, үшеуміздің ойымызда да осы ресторан ашу керек еді деген нәрсе ойымызда жүрді. Бірақ манадай бастапқы капитал болмады, содан кейін бір бас қосу болмады, нақты бір шешім болмады. Жалпы бір осылай жасасақ деген ниетте жүрдік, планда жүрдік.
так бүйтсе қалай болады, сөйтсе қалай болады деп бір 2 жылдың көлемінде шығар әрқайсымыз осы бір ресторан саласын жүргізсек екен деген, ашсақ екен дейтін ойда жүргенімізге. Одан кейін жалпы сол мен тендер саласымен айналысып жүрдім. Ол кісілер өзінің жұмысында сол бір мейрамхананы басқарып жүрді, екеуі бір жерде. Сосын бір күні жалпы мен осы идея, осы мейман ресторанын ашу жөнінде идея өзіме ойыма келді. Сосын манадай арендаға помещение іздедім. Осы қазіргі бұл жасап жатқан Сәтбаев Бесовада Пекин деген гостиницаны OLX-тен тауып алдым. Сосын осы февральда басталды жалпы бұл идея. Февральда басталды. Февральда сол нені таптым. Аренданы таптым. Сосын ішіне кіріп, қарап, бұрын негізі ол жерде енді лото клуб болған. Сол лото клуб жабылғаннан кейін сол арендаға беріп жатыр екен. Сол ойладым, бір жағынан жақсы ой келді. Енді манадай дұрыс емес, манадай болмау керек нәрселерді орнын осындай бір жақсы ресторандармен ауыстырсақ, именно тура осы жерде біз ресторан қылсақ деген өзімде бір андай жақсы ой туды. Манадай ғой, енді бір Атырау қаласында бір букмекер болса да жабылсын, орнына бір ресторан ашылсын, бір халал ресторан, адамдардың көңілінен шығатын халал ресторан ашылсын деген бір сондай бір түрткі болды да, сол оймен ары қарай алып кеттік. Жайлап сосын мен бастапқыда өзім жүрдім. Қалай істесем болады. Ол кезде жалпы рамиттермен андай бір ақылдасқан жоқ. Себебі олар жұмыстан вообще қол тиген жоқ. Ғаділбек деген бар. Басқару үшін бірдеңе оқыдыңыздар ма? Жоқ, ештеңе оқыған жоқпыз. Бәрі тек тәжірибе арқылы. Андай бір жерде бір ресторанда айналысып жүргеннен кейін, сол ішкі кухняны білеміз, ішкі системаны білгеннен кейін өзімізге түсінікті, және біз соны алып кетіп жүргеннен кейін бізге оңай болды. Так менің өзім лишний бизнес туралы курсты оқымаған, бірақ тендер курсын оқығам. Жалпы тендер саласында мен Алматы қаласынан оқығам. Сол жақтан жалпы осы командамен қалай жұмыс жасау керек деген нәрселерде, қалай база құру керек, қалай система құру керек деген нәрселерде сәл болса да бір оқығаны бар. Тендерді жалпы түсіндіріп өтсеңіз. Тендер деген жалпы ол мемлекетпен жасалатын сауда ғой. Мына біздің өзіміздің мемлекеттік мекемелер бар ғой, мысалы садик, мектеп, акимат, балабақша, военкомат деген сияқты жерлерге мемлекет ақша бөледі, өзіне керек жарақты қамтамасыз ету үшін. Любой, мысалы кез келген ручка, стакан болсын, соны госзакуп деген порталға салады. Сол порталға салу арқылы біз сияқты тендермен айналысатын тендершілер ішіне кіріп, өзінің заявкасын жіберіп, сол тендерді ұта алады. Біз жалпы мен бұрын сол саламен айналыстым. Осы Атырау қаласында өзім курс аштым. Келген тендермен айналысқысы келетін адамдармен тендер үйретіп, сөйтіп сол салада жұмыс жасап жүрдім де, содан манағыдай бір ресторан саласын ашқым келіп жүрген, баяғыдан өзіміздің арманымыз бар еді, бір мақсатымыз бар еді. Соған бір февральдарда түрткі болды. Сөйтіп жайлап жасап жатырмыз. Біздердің ашылғанымызға жалпы енді 1 жыл болады. Осы Алла қаласа июнь келесі маусым айының 16-сы күні, былтыр осы 16-сы күнінде бізде Құрбан айт мерекесі болған. Жалпы осы қазақтардың 2 мерекесі бар. Біріншісі сол ораза айт болса, екіншісі Құрбан айт мерекесінде біздер арнайлап ашқан болатынбыз. Жалпы айта кететін болсақ, осы февраль, яғни ақпан айында басталды дедім ғой. Осы жалпы жүрдік, бастапқыда ремонт жасап сөйтіп жүрген кезде біздер басымыз жалпы даже апрельдің басында қосылды. Үшеуміздің басымыз апрельдің басында қосылды. Оған дейін өзім қалай істесем болады, былай істесек былай бола ма деп жүрдік те, содан кейін бірақ жиналдық. Апрельдің басында жиналдық. Сосын сол жерін бір тек кешке случайно кездесіп қалдық, бір светофорда кездесіп қалдық. Бірақ оған дейін мен былай сөйлеспегенбіз. Мен осылай арендаға алып жатырмын, немесе ашайын деп жатырмын деп сөйлеспегенбіз да. Сол светофорда кездесіп қалдық та, қалайсыз, жақсың ба деп амандасып бір әңгіме айтып отырдық та, давай көрейік, жүрсеңізші деп алып барған. Барып, сол жерден көріп, идея ұнады. Бірінші идея манағы букмекердің орнына халал ресторан болса екен деген идея ұнады. Содан кейін помещение жақсы болды. Сосын манады
толчок алуға күшті болды да, бізге бір-бірімізге жақсы андай жақсы команда құрып кетуімізге тез тек сол түн шығар, бәріміз соны айтамыз да, біз сол светофорда кездеспегенде деген сияқты әлі күнге дейін әзілдеп қоямыз. Сол арқылы бір осылай 7 түнде отырып 2 сағатта осыдан осылай қыламыз, осыдан осылай қыламыз деп тек тезірек кірісіп кеттік. Енді бірақ өкінішке орай былтыр біздің Атырау қаласында білесіздер ғой, енді су тасқыны кезінде болды, жалпы бұл процесс. Енді шыны керек барлық адамдар суды ойлап бір уайымдап жүргенде, біздер мына ресторан қалай ашамыз деп уайымдап жүргенбіз. Ана Атырауға су келмейді деп ондай қатты қорыққан жоқпыз. Давай уақыт алмай тезірек бастап кетейік деген сияқты. Сөйтіп тәуекелге барып, андай уақытты ұзартпай, бірінші су басылсын деп күтіп жүрген жоқпыз, тез кірісіп кеткенбіз. Сөйтіп сол бір-ақ сәтпен ашылған идея, ар жағын уже сөйтіп команда жинап үлкен бір базаға айналдырдық қой бізде. Жалпы бастапқы кезеңде бизнес бастау оңай емес. Кез келген адамға оңай емес. Қиындықтар болды ма ақша жағынан? Әрине, барлық бизнес ашқан кезде бірінші очередь ақша жағынан міндетті түрде қиыншылық болады. Себебі сенің ойлаған жоспарың осындай сома жетеді деген кезде ол міндетті түрде жетпей қалады. Ол бастапқы осы бизнес ашам деген алдағы уақыттағы бизнесмендерге айтарым, әрине обязательно жетпей қалады. Сондай кезде сынып қалмау керек та, андай жоқ керек емес, жасамай қалам, потом деген нәрсеге ауыстырмай, сол жерден тек решать етіп, қалай істесек болады, қалай тапсақ болады деген нәрсемен ойластырып, ары қарай ашып, сонадай бітіру керек та. Ашып бастағаннан кейін ақшам жетпей қалды деп қоя салмай, соны до конца бару керек. Бізде де, конечно, проблема болды. Біз сол мана айтқанда да, мен өзімді санасам февральдан июньге дейін, яғни ақпаннан маусымға дейін 4 ай жүрдім. Біз команда болып бастап 2 ай жарым жүрдік. Андай манадай процесстерге форс-мажорға келіп қаламыз, процесстер болып қалады, үлгермей атабыз, енді ашамыз дегенде тағы бірдеңе болып қалады. Сөйтіп әйтеуір Алланың қалауымен Құрбан айт күні ашылу бұйырыпты. Бір жағынан өзімізде сондай бір мерекеге тұспа-тұс келсе қалай болады дедік те. Бірақ біздің имам мейрамханасы официально открытие жасамаған. Андай салтанатты түрде бұл лента кесу ондай нәрсе вообще болған жоқ. Біздер сол ашылғалы бері Құрбан айттан бері қарай техникалық ашылуда жұмыс жасап жатырмыз. Енді біздің енді Алланың қалауымен осы жылы осы имам мейрамханасының 2-ші нүктесі ашылды. Яғни бұл мына мейманның бірінші точкасы Европада болса, анау 2-ші точкасы ол Азияда, яғни Жайықтың ар жағында Алмагүл деген микрорайонда орналасқан. Ол жерде біздер сол енді процесске ол жақта да техничный открытиемен жасап жатырмыз. Алла қаласа осы келесі Құрбан айтта, алдымызда келетін Құрбан айтта 2 жақтың да нүктесін открытие официально жасасақ деген ниетте отырмыз. Яғни енді 1 жыл салып деген сияқты ғой. Сол официально ашу ойда бар. 2-ші точкаларыңыз қай жақта? 2-ші точкамыз сол Алмагүлде, Бағдаулет деген торговый центр болса, соның дәл қасында үлкен бір 4 этаждық здание бар, яғни хай-тек стилінде Европада салынған өте заманауи здание. Соның ең төбесі, яғни крышасы 4-ші этажы. Сіздердегі ерекшелік қандай? Біздегі ерекшелік ол жақта летник террасы, яғни 4-ші этажда осы далада отырып шай ішу, тамақ ішу деген сияқты. Себебі біз ол нәрсені де зерттедік. Бізде Атырау қаласында халал, яғни халал алкогольсіз терраса летник жоқ. Барлығы да алкогольмен, болмаса андай шылымдармен, кальяндармен деген сияқты сондай нәрселер. Именно біз сияқты тек халал открытие терраса летник жоқ. Соны біздер өзімізге тоже бір мақсат қойдық. Себебі манағыдай ғой, бір болса да пайдамыз тисін деген сияқты. Сіздердегі бір ерекшелік. Бір ерекшелік. Біздер жалпы негізі барлығымыз Алла жолында жүргеннен кейін бір адамға болса да пайда тигіміз келеді. Жалпы негізі осы ұстаздарымыз айтады ғой, адамдарға зияның тимесе де пайдаң тисін деген сияқты. Сол пайда тию арқылы нәпақаңды тапсаң, ақшаңды тапсаң, ол 2 есе
жақсылық жасап жатсың деген сияқты ұстаздарымыз айтқан ойымызға мақсат тұттық та сол бойынша біз ерекшелік форматты, яғни осы халал деген форматты ұстанып өзімізге мақсат тұтып ерекшелігімізді сондай көрсеткіміз келеді. Ал бірінші точканың ерекшелігі ол арнайы тапчан кабиналар, яғни отдельно өзіңіз отырасыз. Мысалға орамалдағы кісілерге арналған, өзлер андай бөлек отырғысы келсе, біз соларға деп арнайы отдельно кабинкалар деп жасағанбыз. Екі жақтың ерекшелігі біреуі тапчан кабиналар тек қана, екінші жақтың ерекшелігі общий зал, чисто общий, сосын дала, террасы, крышада отыратын. Екеуінің стилі екі түрлі, тематикасы екі түрлі, бірақ екі саладан да, екі жақтан да қонақтарды шақыра аламыз. Одан кейін сіздер үлкейтіп жатсыздар, тағы да Алла қаласа осы Шымкент қаласынан ашу жоспарда бар. Себебі мана бауырымыз өзі Шымкенттікі, сол Шымкенттен ашсақ екен деп осы пландағанбыз. Алла қаласа осы процесте жақын арада жаңалық болып қалады. Алла қаласа мейманның нүктесін ашамыз. Алматы қаласында. Алматы қаласында да бізде осы инвесторлар шығып жатыр. Осы Алматы қаласынан осы мейман мейрамханасын көріп, қуанып, жақсы екен, жақсы ойда екенсіздер деген бір ниетте ұнап қалып, сол инвесторлар шығып, Алла қаласа ол да процесте осы жылы немесе келесі жылы Алматы қаласынан ашыламыз. Атырауда ашқан кезде сіздерде инвестор болған? Жоқ, бірінші точкаде ондай ешқандай инвестор болған жоқ. Бірінші точкаде манағыдай әркімнің өзінің жинаған бастапқы капиталымен жоқтан бар жасауға тырыстық. Біз сияқты ресторан ешкім ашпаған шығар деп айтамын, себебі минимальный суммамен максимальный үлкен количествода, үлкен недегі сападағы ресторан ашпаған шығар деп айта аламыз. Кез келген бәрі де таң қалады. Себебі суммамыз сәл өзіміздің тек жинаған капиталымыз болмаса, арнайлап, ол кезде енді манағыдай ғой, ешкім мейман деген нәрсені білмейді. Қай жылдары? Осы былтырлар, ешкім мейман деген нәрсені білмейді. Соған ешкімді барып айта алмайсың. Мысалы, инвесторларға мейман ашайын деп жатырмын деп көрсете алмайсың. Сондықтан бір-бірімізге сендік, үшеуміз бір-бірімізге тек осылай жасайық деп, жетпесе де бірдеңе қылып табамыз деген бір настроймен, мақсатпен сынып қалмаймыз тек қана деп, бір андай берілмейміз деген сияқты бір немен, мақсатпен әйтеуір өзіміздің бар жиған тергенімізбен жасадық. Аллаға шүкір. Алматы, Шымкент қалалары ол жақта енді, ол жақта өздері бізге ұсыныс жасады. Себебі манағыдай мейманға келіп қонақ болған кісілердің арнайы өздері сол өздерінің идея бар екен, осылай ашсақ екен, бірақ ашатын адам жоқ, ақшасы бар, но ашатын адам жоқ болғандықтан біздер сол оларға түрткі болдық. Жалпы әлі процесте, Алла қаласа енді ол жағын алдағы уақыттың еншісіне қояйық. Сол жақтан жаңалық болып жатса, бірінші очередь сіздерге айтамыз. Рахмет. Жалпы несімен сіздер көзге түстіңіздер? Бізде жалпы мейман мейрамханасының ең ерекшелігін айтатын болсақ, біздер әрбір детальға ерекше мән бергенбіз жалпы. Мысалға айта кететін болсақ, біздің ерекше фишкаларымыз өте көп. Оның ең біріншісінде тұрған, халықтың аузында тұрған ол біздің мейман шайымыз. Яғни мейман шайымыз деген ол басқа ресторандарға қарағандай простой емес. Біз оны өз авторский, яғни подачамен деп айтамыз, алдыңызға келіп дайындап берумен ерекше болдық. Біздің өзімізде бір арнайы құрылғы бар. Біз оны арнайлап басқа елден заказ берген болатынбыз. Сол құрылғыға ойлап тауып, осыны алсақ екен, осыны жасайық деп, сол сифон дейтін чайник бар. Енді сол шай арқылы біздер танымал болдық, шыны керек. Келген қонақтың алдына вообще Атырау қаласында емес, даже жалпы ол Қазақстанда жоқ деп айтуға болады. Себебі біздер оны басқа елден заказ бердік. Қай елден? Қытайдан заказ бердік. Сол жақтан арнайлап іздеп, бір случайно бір видеолар көріп қалып, соны іздеп тауып, әйтеуір түбіне жетіп, бастапқыда ол да енді кішкене манадай қиын болды, әйтеуір бірақ соңына дейін жетіп таптық. Сол Атырау қаласындағы ерекше формат, манадай алдыңызға келіп, шай жасап беріп, сол қонаққа шайымызды. Сіздер қонақ келеді, потом барып шай жасап бересіз. Мысалға, қонақ өзі мысалға мейман шайды ішкісі келсе, біз алдына барамыз, мысалы заказын алғаннан кейін шайды ар жақтан заготовкасын жасаймыз да, алдыңызға келіп, осы жерін қайнатып,
видеоларды көрсеңіздер болады. Жалпы мейман мейрамханасының ерекшелігін сол мейман шайымызды алдыңызға келіп осы жерден отын жағып, суын қайнатып, сөйтіп сіздің алдыңызға бір максималды 2 минут, 3 минуттың ішінде дайындап жасап береміз. Бұл біздің мейман мейрамханасының қонақжайлығы ретінде яғни қонақжайлығы ретінде арнайлап дайындағанымыз. Яғни біздің мысалғы Атырау қаласы өте қонақжай, яғни басқа жақтан келетін қонақтар бар, немесе бір дос екінші досын қонақтайды, немесе бір ағай өзінің туысқандарын, жұмыстастарын қонақтайтын мезгілдер болып қалады. Сол кезде бұл біздің мейман шайымыз арнайлап сол кісілерге дайындалған үлгіде жасалады. Яғни қонақжайлығымызды осы шай арқылы көрсетейік деген мағынада сөйтіп ерекше ойлап тапқан болатынбыз. Аллаға шүкір, осы мейман шай өте керемет, қонақтардың барлығының көңілінен шығып жатыр. Бұл шай біріншіден тәтті шай, сосын малиновый сиропта дайындалады, яғни малинаның дәмі шығып тұрады. Сосын басқа шайлар сияқты емес, қызыл цветте. Осының барлығын алдыңызға келіп дайындап беру арқылы қонақтар көңілінен шығып, бір-біріне видео түсіріп, жіберіп, әйтеуір осындай шай жасап беріп жатыр деп сөйтіп ерекшелік танытқанбыз. Ресторанды басында қалай көтердіңіздер сіздер? Бастапқы кезінде ашыласыздар, ашылған кезде кісі көп болмайды. Әрине, бастапқы кезде сол біздер бірінші очередте осы ең бірінші келген қонақтар, ол біздің өзіміздің айналамыздағы таныстар, яғни мысалы біздің ауылдың адамдары болады, бұрыннан келе жатқан бұрынғы жасаған жердегі өзіміздің андай постоянно қонақтар деп айтамыз ғой, сол қонақтар келіп көрді, сөйтіп ол қонақтарға осындай ерекшелігімізді көрсету арқылы әрқайсысы өзінің бір-бірден қонақтар шақыру арқылы, сосын реклама, осы Атырау қаласындағы блогерлермен жұмыс жасау арқылы, және біздің ерекше басқа ресторандарға қарағанда тағы бір ерекше тұсымыз маркетинг жағынан біз келген мысалға блогерлерде немесе танымал жұлдыздардың әрқайсысынан бір отзывтан алып аламыз да. Ол отзыв ерекше форматта, яғни басқалар сияқты просто так сұрай салмаймыз, біз кәдімгідей қонаққа сұрақ қоямыз. Мейман ресторанның қонағы, осындай жұлдызымыз, осындай немесе блогеріміз, осы мейман мейрамханасының бір ұнаған жерін айтып жіберсеңіз, немесе бір ұнамаған жерін айтып жіберсеңіз деген сияқты ерекше бір андай басқаша форматта рубрика жасағанбыз. Осы қонақтар осы күнге дейін, Аллаға шүкір, барлық Қазақстанның эстрада жұлдыздарын, танымал әртістерін, танымал блогерлерін, танымал үлгі тұтатын қонақтардың барлығына осындай бір ерекше әсерін беріп, барлығын осы мейман Атырау ресторанының Instagram парақшасынан көре аласыздар, қандай қонақтар келген. Көптеген қонақтарды, қонақжайлығымызды көрсеттік. Жалпы қазіргі таңда 3 фишка бар бизнес басқарудағы. Жалпы ішкі охватты көтеруге деген сияқты, Инстаграмды көтеруге. Біріншісі жаңағы таргет жіберу, реклама. Екіншісі жаңағы енді блогерлармен жұмыстану. Үшіншісі жаңағы актерлік рөлге кіріп, жаңағы жастарды ойната білу, команданы ойната білу. Осы үш фишканы қолданып көрдіңіздер ме? Жалпы үшеуінде қайсысынан көбірек сізге клиент келді? Үшеуінде жасау керек болдық, үшеуінде жасадық, үшеуінен де ешқандай жаман болған жоқ. Ең бірінші енді біздер жалпы блогерлермен жұмыс жасадық, оның ішінде біздің осы Атырау қаласының блогері деп айта беруге болады шығар. Нұртілек өзіміздің ағамыз, Нұртілек Тамады бар ғой, Нұртілек Асаба, сол кісімен жұмыс жасау арқылы көптеген бұрын білмеген адамдар сол Нұртілектің инстаграмын қарау арқылы, сол Нұртілектің инстаграмда жасалып жатқан шайымыз бар ғой, сол шайымызды көріп, Нұртілектен көріп едік деп келіп, осы жерге сол қонақ болған, сол базовый клиент біріншіден сол жақтан келді. Екіншіден сол өзіміздің түсірілген рубрикаларымыз, түсірген рекламаларымыз, түсірген түсіндіріп шақырған видеоларымыздың көптеген көп қаралым жиналған, просмотр жиналу арқылы. Сосын екіншіден сіз айтқан ерекше фишкамыз командамен. Ол енді бізде ешқандай актер, ондай еш нәрсе жоқ. Қатты дамымаған, барлығы наоборот видеодан түсуге қашады. Бірақ енді барымыз қолдан келгенше сол жасау керек болғандықтан барымызша тырысып жасаған, түсірілген жерлері де бар.
енді сол арқылы да келіп жатқан қонақтарымыз бар. Себебі менің бірінші біздің Мейман ресторанның ең бірінші танымал болған видеосы қазіргі күнде 400 000 тең просмотр болып тұр. Ол мен Аяла дейтін біздің официантымыз болған. Бұл Мейман. Есікті ашасың, мына жақтан кіресің. Мынау касса. Мынау бар. Мына жерде отырып тамақ ішесің. Бұл VIP кабина. Іші салқын. Ал бұл үлкен тапчан. 12 адам болып сиам десең, кел. Туалет. Сол видео арқылы негізі бірінші очередь осы видеоны көріп едік деп келген қонақтарымыз бар. Ол жақта бір ерекше форматта түсірілген, яғни өзінің бір сондай бір трендовый вирусный видео болды. Сол видео арқылы түсірілген келген қонақтар да бар. Яғни ол жерде жақсы әдемі формат болды, әдемі ерекше болып түсірілді. Сол Аяла деген қарындасымыздың, ол менің өзімнің туған қарындасым. Сол кезінде сол бізге официант болып жұмыс жасады. Сол туған қарындасым, сол видеомыз көптеген қаралым жинап, атып кетіп, сол арқылы манадай келген қонақтарымыз да бар. Біздің жалпы сол Мейман ресторанының көптеген видеосына сол өзіміздің қарындасымыз түседі, Аяла деген. Сол көбіне ұнайды қонақтардың көбісіне. Харизмасы, подачасы, түсугендегі бір ойнатуы барлығы актер. Бұл кісіге идеяны кім береді жалпы? Біздер енді вообще ақылдасамыз. Манадай көреміз, вирусный видеолар, трендтегі видеоларды көреміз де, давай осылай түсіріп көрейік дейміз. Біреу үйлеседі, біреу үйлеспейді, біреу жақсы шығады, біреу онша емес шығады деген сияқты фильтровать етіп отырамыз. Манағы 3 команданың иесілері арқылы, солай арқылы жасап отырамыз. Жалпы командамен жұмыс жасаған оңай ма, әлде жеке бизнес ашқан? Конечно, жеке бизнес жасау негізі қиын любой жерде, бірақ командамен жұмыс жасау одан да қиын. Бірден айтайын. Командамен әрқайсының өзінің бір характері бар, әрқайсының өзінің бір ұнамайтын жері болады, ұнайтын жері болады. Сол составты, сол команданы егер де жақсы басқара алса, онда сол команда ұзаққа дейін жетеді. Қазір Аллаға шүкір біздің бастапқы кезеңде келіп жатқан келген официанттар, манағыдай даяшылар барлығы әлі күнге дейін келіп жатыр. Сол енді біздің манағы өзімнің бауырым, сол Рамит деген бауырымыздың манағыдай опыты, тәжірибесінің арқасында, командамен жұмыс жасаған, бұрыннан бері ресторандармен айналысқанның арқасында сол команданы ұстап тұрық. Сол командамен әлі күнге дейін жұмыс жасап келе жатырмыз. Рамит Асқарбек мырза. Рамит Асқарбек. Ол кісі қазір сіздермен бірге жұмысты егжей-тегжейлі кәдімгідей стратегия. Барлығын сол біздер жалпы негізі мен, сосын мана Әділбек деген бауырымыз, осы Рамит деген бауырымыздың біреу оң қолы болса, біреу сол қолы ғой. Бізде лидеріміз сол өзіміздің Рамит деген бауырымыз. Сол кісінің манағы тәжірибесіне сенеміз, тәжірибесіне, опытына себеп бол. Общепиттен 10 жасынан бастап кеткен кісі, баяғыдан кішкентай кезінен осы ресторан саласында, осы услуга саласында, қызмет саласында жүрген өте бір андай опытный деп айтайын. Мықты білімді, манағы общепит саласынан, бизнес саласынан мықты білімді кісі. Соның біз білімін ескеріп, опытын манадай қолдап, сөйтіп сол арқасында, соның артында жүріп, манадай кез келген заданиелерді орындаймыз. Маған осы подкаст енді көп адамдар келіп жатыр ғой. Сол кезде алда уақытта жаңа қонақ деген кезде маған андай сұрақтар келіп, мысалы ресторан ашып жатқан адамдар қалай ашады екен деген сияқты сұрақтар. Бастапқы кезінде мысалы біздер қазір тек қана официантпыз, или там тек қана баристамыз деген сияқты әңгімелер болады, или там қалай простой адамбыз, ақша жоқ деген сияқты айтады да. Сол қалай бастап кетеді адамдар? Солдай бір стратегия құру керек па, әлде қалай бастау керек, жалпы ақшаны қайдан алып жатыр деген сияқты. Мысалы подкастқа шығады, бәрі айтады ғой, көтеріліп кеткеннен келеді ғой. Сол кезде айтады, біздерге оңай болған жоқ, там бизнес бастау деген сияқты, ақшаны осылай оңай таптық деген сияқты айта салады. Бірақ на самом деле бұл в жизни қиын да. Сол сіздер қалай бастадыңыздар жалпы? Қайдан алдыңыз жалпы ақшаны? Мысалы, официант болып жүресіз, да, например, и сіз қалай бастап кетесіз резко деген сияқты нәрсе? Біріншіден, олай ресторан, именно мен ресторан саласында айтайын, ресторан ашып кету жалпы өте қиын. Мысалы, официант болып жүріп, қолындағы бар ақшамен ашып кете саламын деген нәрсе ол өте қиын.
себебі ресторан деген нәрсе жалпы бөлінеді. Мысалы кофейня ол кішкентай форматта да, кішкентай, немесе фастфуд, немесе үлкен ресторан, немесе мысалы тойхана деген сияқты бөлінеді. Соның именно ішінде кофейня, фастфуд ашсаңыз ол оңай. Сен кішкентай ғана квадратта жасай бересіз да. Ал біз сияқты форматта ресторан, қонақ келіп отырып, сол жерден тамақ ішіп, сол жерден шайын ішетін болса, ол қиын. Бірден айтайын, ол салада просто тезірек ашып кетемін деген нәрсе мүмкін емес. Бірден айтайын. Себебі ол жерде ал бастапқы планың болмаса, бастапқы ерекшелігің болмаса, басқа ресторандардан осымыз ерекшелік деп айтатындай бір өзіңнің фишкің болмаса, немесе өте қатты білімді бір стратег болмаса, ресторан ашу өте қиын. Себебі біздің Атырау қаласында былтырғы мен биылғыны салыстырғанда күніне, айына немесе бір 2 айда бір ресторан ашылып жатыр. Себебі қазір өте көп. Ашылып жауып қалып. Ашылып жауып қалып жатқандар көп. Сондықтан конкурент деген нәрсе қазір мысалы Атырау қаласында айтайын, соның ішінде халал ресторандар қазір көбейіп жатыр. Ол енді жақсы бір жағынан. Жаман нәрсенің орнына халал ресторан ашылса жақсы, бірақ ресторан ашам, халал ресторан ашам деген адамдарға сәл болса да түрткі болып жатыр, андай қиындық соғып жатыр. Бастапқы кезеңде енді ашылып жасап жатады, сосын тағы бір керемет конкурент шығады, оны басып озу керек болып қалады, сол кезде өте қиын. Сондықтан бастапқы ашпастан бұрынғы өзіңнің сенің планың болу керек, ерекше түсің болу керек. Мысалға, идеяны жалпы барлық адамдар идеяны өзінің бұрынғы жасап жүрген жерінен алады негізінде. Мысалға, бір жерге, мысалы бір бизнес ашқың келсе, сол бизнесті бірінші зерттеп, сол жерде жұмыс жаса деген нәрсе бар ғой. Яғни мысалы ресторан саласында жұмыс ашқың келсе, соның ішінде бірінші сені көру керексің да. Мысалы официант болып көру керексің, бариста болып көру керексің, админ болып көру керексің деген сияқты барлық сферасын көріп, сол жерден идея шығады адамда. Мысалға жасап жатқан жерінде осы нәрсе болмаса, қонақ оны сұрап тұрса, адамда ой келеді да, ертең ашсам осы нәрсені қоям деген сияқты, осындай бір ерекше, өзінде бір идеялар жинала береді. Сол идеялар жиналу арқылы... Сол идеяларды жазып отырасыз ба, или қалай? Біздер сол идеяларды жазып отырамыз, сақтап отырамыз, сосын міндетті түрде деген сияқты бір арнайы фокус қоямыз соған, сөйтіп осы уақытқа шейін манадай шайдың да ерекшелік тұсын ойлап таптық. Сосын мысалға біздің ресторанға келсеңіз, әрбір детальға мән бердік, яғни кез келген затты өзінің қонақтарға ыңғайлы фишкасы қылып жасадық. Мысалға айта кететін болсақ, біздің өзіміздің личный пиццамыз бар. Яғни басқа ресторандағыдай емес, бізде пицца двойной. Яғни астында бір стандартный пицца болса, ортасында кішкентай ғана бөлек тағы бір пицца тұрады. Біз көптеген қонақтар әзілдеп айтады, баласы деп айтады, біреу мына күшті екен деп қуанып жатады, біреулер айтады, пиццаның үстіндегі пицца деп, сөйтіп оның өзінде ерекше ойлап тап. Мысалы қонақтарға бұрын жасап жүрген жеріміз стандарт не болса, неге осыны осылай жасап көрмеске деген сияқты ой келді де, давай үстіне басқа пицца қойып, бірақ кішкентай қылып қояйық деп. Мысалға оның өзін көрген адамдар, кәдімгідей дейін көрген адамдар, мен мына күшті екен деген сияқты ойында қалып қояды. Ол жақсы эмоция, сосын жақсы идея. Осы арқылы может ол басқасына біреу айтады, оның пиццасы күшті, мысалға осындай жері ерекше деген сияқты сондай форматта айтады. Одан кейін жалпы біздер тағы да айта кететін болсақ, біздің ресторанның фишкасы манадай тапчан кабиналар. Яғни біз бұрын жасап жүрген жерімізде қонақтардың ең бірінші сұранысы ол осылай отдельно өзіміз бөлек отыратын тапчан кабина бар ма деген сұраныс көп болды. Яғни Атырау қаласының 100% қонақтарының 95% тапчан кабина сұрайды. Яғни отдельно өздері отырғысы келеді, ешқандай шум болғысы келмейді, сосын демалғысы келеді. Бізде енді Атырау қаласында қатты бір демалатын орындар аз болғандықтан барлығы осындай ресторан саласына, ресторанға барып демалып отырады. Сол кезде меншет жасамасын деп отдельно өзіміз отырайықшы деген ұсыныстар, сұраныспен келеді. Тапчан кабина бар ма деген. Біз соны өзімізге ерекше ұстадық та, барлығын тапчан кабина қылып жасап, қонақтарға арнайылып осы жерге кіріп отырыңыз, отдельно өзіңіз отырыңыз, тыныш отырасыз деген сияқты ұсыныстармен жұмыс жасадық. Басқа ресторандағыдай тапчан кабинамыз осындай сума, вау деген бір үлкен қатты сума емес, тек всего лишь 500 теңгемен жұмыс жасап жатырмыз. Ол халықтың қолжетімді баға, барлық жерде басқа ресторандар сияқты үлкен депозит анау деп жасап жатқан жоқпыз. Соның өзі біріншіден, сосын манағыдай
біздің менюдің бағасы басқа ресторандарға қарағанда әлдеқайда арзан. Себебі ресторанға жалпы мынандай түсінік бар: ресторанда, элитный ресторанға тек байлар барады. Ал стандартный ресторанға байлар да барады, и орташа адамдар да барады. Яғни біз осы концепцияны ұстадық та, яғни тек қана байларға немесе қалталы азаматтарға жұмыс жасамаймыз. Біз халықтың барлығына жұмыс жасайық. Яғни ол жерде қалтасы бар адамдар да келсін, немесе орташа есеппен арзан жер іздеп жүрген адамдар да келсін деген түсінікпен халыққа қолайлы баға ұсындық. Яғни осы баға арқылы да халықтың көңілінен шығып жатырмыз. Содан кейін біздің жалпы мақсатымыз қонақтарға разы болып кету. Яғни біз осы сервис деген нәрсені, яғни обслуживание деген нәрсені бірінші орынға қоямыз. Кез келген қонақтың ұсынысын, сөйлесу, ол кісіге бірінші кіргеннен бастап, жалпы официанттың 7 этапы деген бар ғой. Мысалы, қонақ кіргеннен бастап амандасу, ол кісіні қарсы алу, ол кісіні жайғастыру, орнына отырғызып беру, орнына мысалға не зат керек, осындай су керек па, шай керек па деген сияқты ұсыныстарын білдіріп, сразу тек не әкеп берек деген сияқты қонақтармен жақсы сөйлесу, жақсы сыпайы қонақтармен андай жақсы араласу, сондай темаларда манадай заказын жақсылап алу, оған заказ алған кезде жақсылап түсіндіру: апа, осындай жер осындай болады, сізге қалай істеп берейік, осылай жасап берейік па, немесе былай жасап берейік па деген сияқты сіздің мысалы өзіңіздің ұсынысыңызды сізден сұраймыз да, сізге қалай ыңғайлы деген сияқты. Сондай этаптармен жұмыс жасағаннан кейін біздер сол көптеген қонақтардың көңілінен шығатыны сол обслуживание, яғни официанттарды біз базовый мықты қылып дайындаймыз. Ол мана айтып отқандай, осы Рамит бауырымыздың опыты, өте бір білімі, яғни ол кісі өзі обучать етеді барлық официанттарды. Біз опытный официант алмаймыз. Біз вообще жұмыс жасап көрмеген адамдарды аламыз да, соны мықты қылып, үлкен армия қылып үйретеміз. Біздің сол қонақ тез үйреніп кететін, тез алып кете алатын официанттармен жұмыс жасау арқылы қонақтардың көңілінен шығып жатырмыз. Сіз қонақтармен қалай конфликт шеше аласыз? Бізде жалпы негізі кез келген ресторанда бір конфликт болады бәрібір. Болмайды дейтін ресторан өтірік деген сөз. Яғни болып жатқан кезде біз қонақтың ұсынысын тыңдаймыз. Яғни мысалға бір тамақ ұнамай қалса, оған айтамыз: сізге қалай ыңғайлы? Орнына басқа тамақ жасап берейік па, әлде? Сіздерге олай выгодно ма? Жоқ, бізге жалпы ол не выгодно негізінде. Себебі біз әрбір қонақтың жағдайын жасай бергеннен кейін ол бізге минус болады негізінде. Ал бірақ бұл қонақты разы қылып жіберсек, ол қонақ бізге екінші рет келеді деген ұстаныммен жұмыс жасаймыз. Яғни мысалға сіз бір жерге ресторанның көңіліңіз қалып қойса, сіз оған екінші рет бармайсыз. Ал біз осы стереотиппен жұмыс жасағаннан кейін ол кісі қайтадан бізге келу үшін барып қолдан келгенін барлығын жасап береміз. Яғни сізге не ұнайды, не ұнамай қалды, біз сұраймыз. Мысалға іштен бір нәрсе ұнамай қалды ма, салқын болды ма, жылы болды ма, ыссы болды ма, немесе қалай болған ыңғайлы деп біз қонақтармен жақсы мәміледе жақсы сөйлесеміз. Соның пайдасы ретінде көптеген қонақтар бізде ашылғалы бергі келіп жатқан қонақтар әлі күнге дейін келіп жатыр. Себебі манадай, ол кісілердің көңілінен шығамыз, ылғи да. Мысалға анандай болады: постоянно келіп жүрген қонақ бір күні ұнамай қалуы мүмкін. Сондай уақытта да біз оған жеке мән береміз. Жеке конфликтті жеке шешуге тырысамыз. Манадай, ол кісінің өзімен қалай ыңғайлы, манадай не істеп берейік, сізге қалай ыңғайлы, қайтадан бастап жасап берейік па, шотыңызға 50% скидка жасап берейік па деген сияқты барлық уступкаға бара аламыз. Біріншіден біз өзіміздің ресторанымыз, бұл жерде біз бір жерге бастықтарға разрешение сұрап жүрмейміз да, өзіміздің ресторан болғасын ол бізге оңай. Яғни проблеманы тез шеше аламыз. Одан кейін өзіміздің ресторанымыз болғаннан кейін әрбір қонақ довольны болып кетсінші деген ниетпен сондай мәмілеге барамыз. Сіздер өз парақшаларыңызды жүргізесіздер ме, әлде тек осы мейман ресторан? Жоқ, сол мейман атырау тек қана сонымен жұмыс жасаймыз. Мысалы, менің өзімнің инстаграмымдай қатты көңіл бөлмейміз. Тек сол бизнестің рестораны, бизнестің инстаграмы жақсы жұмыс жасап тұрса, біз үшін сол визитка ғой. Мысалға, мейманнан көріп едім деген сияқты, меймандағы администраторсыз ғой деген сияқты солай айтырса, бізге сол наоборот выгодно.
Өте керемет. Жалпы адамдар көп айтады да, мысалға жалоб айтады, или сіздің ресторан ұнамай қалды деген сияқты, или осы сіздер ұнамай қалдыңыздар, обслуживание өте шамалы деген алда уақытта үлкен конфликттер болады. Сол уақытта сіздер каждый адамға олай скидка жасай алмайсыздар, өзіңізге минус болады деген сияқты. Қалай шешуге тырысасыз? Менде біріншіден сол манағыдай біз ол конфликттің болмауға барынша стараться етеміз. Біз мысалға бір қонаққа бір нәрсе ұнамай қалса, біз оны ұнамай жатқанға дейін шешіп тастауға тырысамыз. Яғни ол кісінің көңіл күйі түсіп кеткенге дейін осылай жасап берейік, осылай жасап берейік деген сияқты барынша ол кісінің настроениесін түсірмеуге тырысамыз. Себебі манағыдай ғой, айтайын деген, Атырау қаласында демалатын жер жоқ, барлығы ресторанға келіп демалады. Кез келген қайда барамыз деген кезде бірінші очередь давай ана ресторанға барайықшы, демалайықшы деген сияқты, сол жерде көңіл бас қосайық деген сияқты, сондай демалысын құртпау үшін сол конфликтіге бармай жатып барынша тырысамыз. Ал енді вдруг ол кісі қатты ашуландырып алсақ, біз қандай болса да ол кісіне тегін тамақ беріп жүрсек те қолдан келгенше тырысамыз. Себебі біз бір қонақты недовольный қылып жіберсек, оның ар жағында үлкен проблема жатады. Лучше давай одан да осы нәрсе минусқа кетсін, лучше осы қонақ довольный болып кетсін деген сияқты. Кез келген қонақпен біз бір қонақты разы қылмайынша до конца бармаймыз. Андай давай осы кісіге осындай жағдай жасап берейік, осындай жағдай жасап берейік деп қолдан келгенше жасаймыз. Жалпы бүгін сіздің командаңызды шақырған болатынбыз, өкінішке орай 2 адам келе алмады, сіз келіп отырсыз. Қош келдіңіз әрине, но біздерде мысалға сіздер бұрын айтылмаған нәрселер осындай шығып жатыр деп ойлайсыз ба жалпы? Айта алмай жүрмін ау деген, клиентке жеткізе алмай жүрмін деген нәрселер шықты ма? Ондай жеткізе алмай жүрмін деген нәрсе шыққан жоқ. Өзіңіздің инстаграмыңызға деген сияқты айтылмаған нәрселер болды ма? Енді ашылу осы қызық болды. Сосын мейман дейтін, не мағына береді дейтін нәрсе көбінің сұрағы. Мейман дейтін жалпы негізі біз мейман дейтін атты ойлап тапқан кезде, жалпы ресторанның атын ойлап тапқан кезде сәл кішкене ұзақтау болды. Себебі біз манағыдай креатив ойлағымыз келді, қонақтарға оңай ойлағымыз келді, және бір мағына, бір сөз осындай түсінік берсінші деген. Мейман деген қонақ деген. Жалпы мейман деген қонақ деген мағынаның синонимі, яғни гость деген. Бірақ біз осы қонақ деген сөзінің ғана мән берген жоқпыз. Біз осы Абай атамыздың сөзі бар. Бұл жалғанда бір-біріңе меймансың деген. Яғни бұл өмірде біз бәріміз қонақпыз деген мағына білдіреді. Біз сол сөзде түрткі болып, яғни осы мейман деген қояқшы, осы жер күшті екен деген сияқты, біз қонақтарға осы сөзді жеткіземіз. Атауының өзінде үлкен мағына, барлық адамдардың айтатыны осы мейман деген, оның атының өзі күшті екен дейді. Қонақ деген мағынаны білдіре салған барлығы білет, бірақ оның ар жағында жалпы кім осы мейман дейтін сөзді шығарған деген кезде, осы Абай атамыздың осы қара сөзінен алып берген айтып береміз ғой. Сол кезде осы шынымен де солай ма? Онда күшті екен, онда сондай болса жақсы екен деген сияқты көбіне осы мейман дейтін не мағына білдіреді дегенге біз осыны айтамыз. Одан кейін жалпы қалай аштыңдар дейтін сұрақ қой енді барлығына келіп тірелетін. Сіз айтып отқан сұраққа жауап беріп отқанмын. Қалай аштыңдар, осы біз білмейтін нәрсе бар ма деген кезде жалпы осы менің сұрағым былай. Инстаграмға шықпай жүрген нәрселерді осы подкастта айта алдыңыз ба, аша алдыңыз ба өзіңізді? Мысалға ішкі ойларыңызды айта алдыңыз ба? Мысалы болады инстаграмға шықпайтын нәрселер болады, шығаратын нәрселер болады деген сияқты. Мысалы шығарып жатсыздар, бірақ айтылмаған нәрсе, мысалы клиентпен қалай жұмыс жасап жатсыздар, оны білмейді. Мен мына нәрсені айтқым келеді. Менің ойымда жүрген нәрсе ғой бұл. Осыны көрген адамдар сәл болса да кішкене түсінсе екен деген сияқты. Жалпы ресторанда жұмыс жасау негізі өте қиын. Мен қазір екі тараптан айтамын. Бірінші сотрудниктерге болашақ ресторанмен жұмыс жасағысы келетін, немесе ресторанға айналысқысы келетін адамдардың тарапында айтамын. Екінші қонақтың тарапында да айтамын. Бұл менің тарапымнан ұсыныс, яғни өтініш деп қабылдаса да болады. Бірінші очередь мейрамханада жұмыс жасағысы келетін студенттер ғой, барлығы бірдей студенттер. Яғни бізде студенттерде бірақ қана вариант болады, ол официант болсам екен деген сияқты, официант болып ақша тапсам екен деген сияқты. Осы тұрғыда, яғни айтылайын дегенім студенттерге, немесе жұмыс жасағысы келетін адамдарға официант болып жұмыс жасау өте қиын.
тем более біздің мейман мейрамханасында жұмыс жасау өте қиын. Себебі біз манағыдай ғой, нөлден бастап оны өте мықты официант қылғанға дейін дайындаймыз. Көбісі осы жерде шыдамайды. Мысалы кейбір адамдар балдар болады, жеңілдің үстімен, ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүріп қалғаннан кейін ол тәртіпке бағынғысы келмейтін адамдар болады. Мен сондайларға айтайын дегенім, менің өз басым 2021 жылы, жалпы 2021 жылы общепитте жұмыс жасап бастадым. Менің өз басым манағы Рамит деген бауырымның официанты болып бастадым. Яғни ол кісі администратор болды. Мен ең бірінші вообще общепитте жұмыс жасап көрмек түгіл, мен ресторанға барып тамақ ішпейтінмін. Мен вообще андай өзімде не болатын, андай комплекс. Яғни мен барып ол жаққа тамақ ішуге ұялатын болдым. Себебі халықтың, адамдардың ортасында жүруге сәл қысыламын. Сол общепитте жұмыс жасауға түрткі болған нәрсе мен мына өзімнің ауырып қалған көзім. Себебі ол жақта мені жұмысқа ешкім алған жоқ. Осындай көзбен, мынандай аурумен. Содан кейін придется официант болуға тура келді. Жасым ол кезде енді 25-те болған шығар. Сол 25-те болып та сол үлкен бала болып официант болып жүру басында қысылдым, но придется болды. Яғни осы жерден басқа мені ешкім жұмыс қалмайды деген. Сол ең бірінші осы ресторанға барып официант болайыншы дейтін бір сразу вакансиямен жұмысқа барған кезде осы Рамит деген бауырым мені қарсы алды. Яғни сол кісі сөйлестік, собеседование жасадық, мені жұмысқа алған сол кісі. Сосын мен бірден басында айттым, мен вообще жұмыс жасап көрмегем. Мен бірақ жасаймын осы жерде, сондықтан сіз маған үйретіңіз деп едім. Сол сәттен бастап мен Рамиттің қасында 24 сағат жүрдім. Ол кезде мен де бойдақпын, и ол да бойдақ. Екеуміз бір квартирада тұрдық. Мана Әділбек дейтін бауырымыз бар, үшеуміз. Бір квартирада, бір манағы ресторанның квартирасында тұрып, жақсы араласып, ол маған каждый минут сайын бір түсінік, бір опыт, бір манағыдай инсайттар өзінікін айтып отырды. Қонақпен былай жұмыс жасайсың, қонақпен былай айтасың, қонаққа былай түсіндіресің деген сияқты. Осылай жақсы, администратормен жақсы араласу арқылы, білімді адаммен, андай опытный адамдармен жақсы 24 сағат бойына қасында жүру арқылы мен 3 айда администратор болдым. Яғни нөлден бастап ешқандай вообще жасап көрмеген, общепитте жасап көрмеген официант болып кірдім. Содан күнде бір опыт жинау, күнде бір түсінік, күнде бір инсайт алу арқылы 3 айда администратор болып жұмыс жасадым. Солай жұмыс жасап келіп, екеуміз бір-бірімізбен жақсы араласу арқылы, осылай манағыдай ғой, бастапқы кезеңде сынып қалмай, андай үйреткенді тәртіпке бағыну арқылы, үйреткенді алу арқылы, оның маған үйреткен жерлерінде түсіну арқылы, менікі дұрыс емес екен ғой деген сияқты өзіме қабылдау арқылы, үйрену арқылы мен дәл қазір сол администратормен партнер болып бірге ресторан ашып отырмыз. Менің айтқым келгені осы ресторан саласына жұмыс жасағысы келген студенттерге немесе адамдарға біз тәртіпке бағыну керекпіз. Яғни біз администраторлар немесе управляющийлар қандай талап қояды, сол талапқа сай жұмыс жасауға тиістіміз. Себебі біздің Атырау қаласының ер балдарына қасайым нәрсе, ер балдарында көп мінез көп болады, манадай олар тәртіпке бағынғысы келмейді. Сондай моментте наоборот сіз үйренем деп ақша табам деп келсеңіз, сіз осы жердің тәртібіне бағынуға міндеттісіз деген нәрсені айтқым келеді. Ал енді екінші тарапқа айтқым келетіні қонақтар даяшылармен сыпайы сөйлессе екен деген өтінішім бар менің. Қонақтарға айтарым. Қонақтарға айтарым. Яғни осыны көріп жатқан қонақтар. Енді бұрынғы кезде ол көп болды. Қазір енді Аллаға шүкір жайлы болса да басылып келе жатыр. Қазіргі көптеген қонақтар официанттарды манағыдай ниже плинтуса көреді. Яғни төмен санайды да өзінен. Яғни ол жерде енді студент болғандықтан, кішкентай балдар болғандықтан, официант деген сияқты кішкене грубость болып қалады. Немесе бір үлкен бір дұрыс емес сөйлеп қалатын жерлері болып қалады. Сондай кезде манағы официантымыз қыз балдар болса, олар жылап қояды. Ер балдар болса, олар жындап шығып кетем деп андай кішкене қабылдай алмай қалатын моменттер болады. Сондай кезде біз қонақтарға да жалпы алдағы уақытта осы көріп жатқан, подкаст көріп жатқан барлығымыз бір ресторанға қонақ болып барамыз ғой енді. Сол кезде өтініш айтқым келеді. Жалпы официанттармен, именно басқасын айтпаймын, официанттармен жақсы андай мәміледе болсаңыздар.
себебі ол да біреудің қарындасы немесе біреудің інісі немесе өзінің осыны айтқым келеді мен, сабақпен бірге жұмысты алып жүрген өте қиын ғой енді. Яғни таңертең сабақ оқиды, кешке жұмыс жасайды, келесі күні то же самое сөйтіп қайталана береді. Оны алып жүру екінің бірінің қолынан келмейді. Тем более мен соны официант болып жұмыс жасап жүрген студенттерді айтамын да, тек қана. Себебі ол жерде 12 сағат, 14 сағат жұмыс жасайды. Жұмыстан шығады, сабағын оқиды. Мысалы, кейбір біздің студент, өзіміздің жұмысшыларымыз бар, студент, вообще ұйықтамайды. Түнімен жұмыстан шыққаннан кейін лекция жазады, сабағын оқиды. Келесі күні сабаққа барып, сабаққа кешікпей баруым керек, ұйықтап қалмауым керек деп ұйықтамай баратын студенттер бар. Бұл бұлай жұмыс жасаса егер, ол кісіден өте мықты кәсіп шығады деген үміттемін. Сондықтан айтайын деген қонақтарға кез келген официанттарды немесе официант болып жүрген, раннер болып жүрген, официанттың көмекшісі болып жүрген адамдардың барлығына жақсы мәміледе болсақ, бұл енді менің өзімнің ұсынысым немесе өтінішім деп қабылдасаңыздар. Себебі манағыдай ғой, көңіліне тиіп кетсе, ол жылап қалады немесе жұмыс жасағысы келмей қалады. Сондай моментте андай ыңғайсыз болып қалады. Ал студенттерге айтарым, манағыдай тұрақты болу керек және берілмеу керек. Осындай бір қонақ сөйлеп қалды екен деп жұмыстан шығам болды кетем деп емес, шыдау керек барлығына. Сабақпен бірге алып жүріп, сабақ жағы кішкене қиын болып жатса, жұмысты да сабақтың да графигін реттеп, кәдімгідей екеуін де полноценно алып жүру керек. Яғни сабақ оқып жатсаң, жұмысқа кедергі болмау керек. Жұмыс жасап жүрсең, сабағың оқылмай қалмау керек та. Себебі айтайын деген, бізді студенттер, ата-аналар студенттерін сабақ оқысын деп қалаға жібереді. Көбісі ауылдан келетіндер ғой енді, районнан келетіндер бар. Олар сабақ оқысын деп жібереді. Олар сабақты емес, жұмысты көбірек көңіл болып кетсе, ол жерде андай өзінің мамандығы мынақты хромайды етеді деген сияқты. Сондықтан мен біздің өзіміздің студенттерге айтам, сабағыңды бірінші орынға қоясың. Олай болмайды. Себебі сенің артыңда ата-анаң сабақ оқысын деп жіберді қалаға. Жұмыс жасасын деп жіберген жоқ, сабақ оқысын деп жіберді. Сен сол үшін сабақты да жұмысты да бірге алып жүру керексің деген біздер сөйтіп андай оларға андай ақыл айтамыз. Қолымыздан келгенше бақыт беруге тырысамыз. Жалпы сол мен айтылмаған, осы айтсам екен деген нәрсем осы. Біріншіден өзімнің қалай осы общепитқа қалай келгенім, енді көбіне қызық деп ойлаймын. Енді бұлай камераның алдында айту сәл болса да бәрібір өзімізге кішкене ыңғайсыз. Себебі өзіміздің таныстарға андай айтады ғой, қалай бастап кеттім деген кезде оларға енді бәрін подробно түсіндіріп беруге тырысамыз. Камераның кезінде кішкене енді ыңғайсыз болып қалады. Солай енді айта алдым деп ойлаймын. Себебі барлығында осы, себебі мені манағыдай ғой, менің өзімді ең бірінші вообще сол көзім ауырғаннан бері ешқандай жұмыс қабылдамай мен осы біраз уақыт жүріп қалдым. Сөйтіп әйтеуір осы қалай ресторанға келдім. Оның ресторанға келместен бұрын енді ойлап жүрдік, немен айналыссақ болады, қалай жасасақ болады деген. Сосын сол ресторанға келгеннен кейін мен уже түсіндім, чтобы ресторанмен айналысу менікі екен деген. Өз саламды тапқандай болдым. Себебі оған дейін басымызда тауға да тасқа да соғып жүрдік. Осы Атырау қаласында қандай жұмыс бар, соның барлығын жасап шыққан шығармын мен өзім. Бірақ соның барлығына да манағыдай, осы именно ресторанға келген кезде, общепитқа официант болып келген кезде түсіндім, чтобы мен алдағы уақыт, осы 2021-де жұмысқа келген кезде өзіме мақсат қойдым да, мен ресторан ашам. Осы саламен жүрем, ешқайда кетпеймін, басқа сала кетпеймін, түбі өзімнің рестораным болады деген мақсат қойдым. Сол кез келген манағыдай қиындықтар болып қалады, официанттармен манағыдай конфликті болып қалады, немесе бастықпен конфликті болып қалады. Сондай кезде мені осы мақсат ұстайтын. Мен өзімнің ресторанды ашам деген Алланың қалауымен 3 жылдың ішінде аштым. Сол әйтеуір өзіміздің мақсатымыз арқылы көптеген не жасадық, шыдайтын жерге шыдап бердік, ұйықтамайтын жерде ұйықтамау, жасайтын жерде жасадық деген сияқты. Істеріңізге береке берсін. Рахмет. Рахмет келгеніңізге. Сіздерге де әйтеуір шақырғандарыңызға. Біздің подкасттың мақсаты жалпы бизнесмендер, жалпы қандай адам келсін бізге қонаққа, оларға, жастарға үлгі ретінде болсын, керекті инсайттарын алсын, оларда бизнес ашсын. Қандай қарапайым адам болса да, сәл болса да диваннан көтеріліп, жұмыстарын істеп кетсін деген мақсатта.
сіздің подкастыңыздан ойлаймын, официанттар болсын, сіздің қол астыңыздағылар ертең басқа таныстарыңыз көреді деген сияқты сізден керек инсайттарын алады деген ойдамын. Және де сіздің ресторанның керек ақпаратты, сіздің ресторан туралы ақпаратты алды деп ойлаймын. Жалпы көретін алдағы подкастты жандарға айтарымыз, ресторан ашқан кезде де, например, қонаққа барған кезде де правиласын айтты, жаңа ережелерін, соны ескерсеңіздер деген. Сосын бір маңызды нәрсе тағы да айта кетейін. Жалпы ресторан, жалпы бизнес жасағысы келетіндерге айтайын ғой. Бизнес жасаған кезде егер сіз өзіңіз жасасаңыз, ол жалпы қиын. Ал егер манағыдай партнермен жұмыс жасасаңыз, ол да қиын. Егер сіз партнерлармен жақсы тіл табыса алсаңыз. Проблеманың барлығы негізі осы жақтан келеді. Ресторандардың жабылып қалуы, немесе бір бизнестің ашылып жабылып қалуы партнердің бір-бірімен келіспеуіне байланысты. Біз 3 адам болып жұмыс жасаймыз, үшеуміздің әрқайсымыздың өзіміздің задачамыз бар. Яғни біз бір-біріміздің жұмысымызға қатты араласпаймыз. Араласпаймыз дегенде араласамыз, но бірақ мешет жасамаймыз да. Яғни мысалға мен көп жерде мына маркетинг саласында, реклама саласында қатты көңіл бөлем. Рамит бауырымыз мына осы қонақтарды қарсы алу мен шығарып салудағы операционка деп айтамыз, біз оны операционкаға көңіл бөледі. Ал мына Әділбек деген бауырымыз касса жағынан, яғни сумма жағынан, ақша жағынан өте мықты, андай жақсы білімді, сол жағынан сол жаққа көңіл бөледі. Сол үшін айтайын дегенім, жалпы партнерлармен жұмыс жасағыңыз келсе, әрқайсыңыздың өзіңіздің задачаңыз болу керек. Яғни бір-біріңізге мешет жасамайтындай, сосын сол нәрсе арқылы ответственность алып, сол нәрсенің жауап бере алатындай болу керексіздер. Сол кезде партнерлармен жұмыс жасау оңай болады, әлде қайда. Ендеше біздің подкаст аяқталуға жақын, сондықтан біздің подкастта бұйымтай бар. Жалпы ең үздік комментарий жазған адамға сіздерден қандай? Бізден жалпы осы Мейман Мейрам, осы подкастты көрген кезде соңына дейін қарасаңыздар, біздің енді Мейман Мейрамханасы туралы толыққанда айттық. Жалпы қонақтардың көңілінен шығып жатырған барлығын түсіндік, тоже айттық. Егер осы комментарийдің астына ең үздік жақсы комментарий жазсаңыз, немесе бір өзіңіз ой қалыптасса, немесе осы подкаст жасап жатқан адамдарға жақсы қолдау білдірсеңіздер, біздің Мейман Мейрамханасының атынан 10.000 теңге сертификат, яғни осы арнайлап тағайындалған кісілеріңізге арнайып берсеңіздер, бізге келіп осы Мейман Мейрамханасының 10.000 теңгеге сертификатпен тамақтанып кете алады. Бұл енді біздің сіздерге арнап дайындап жатқан сыйлығымыз. Рахмет, өте керемет. Көрермендер, сіздер тыңдап отырсыздар, жаңа керекті инсайттарыңызды алған болсаңыздар, біздің YouTube каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, және де ең үздік комментарийге 10.000 теңгелік Мейман ресторанынан сыйлыққа беретін болады. Сондықтан комментарий қалдырып кетіңіздер, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер, біз сіздерге жауап беретін боламыз. Рахмет. Рахмет.